Мен топырлаған отбасында дүниеге келдім. Біздің үйде тыныштық деген болмаған. Бала-шағаның айқайынан құлақ тұнса, үйдің іші қоқыстан көз ашпайтын. Анамыз тағдырдың таяғын тым ерте жеген, өзімен бірге бізді де сүйреп әкеткен әйел. Үстіміз басымыз сасып жүрсе де, ол үшін еш ұялмайтынбыз. Біз үшін бұл қалыпты жағдай еді. Біздің жатын орнымыз сасыған, май сіңген ескі көрпе, бет басқан шашымызды ешкім тарап жуып бермеді. Бала деген балғын, пәк болуы керек қой. Ал біз балалықтың дәмін көрмей өстік. Мұрнымыз боқтан құрғамайтын. Аш құрсақ жүріп, бір үзім нан үшін төбелесетінбіз. Сол нанды бөлісіп жегеніміз де есімде жоқ. Өйткені бізге ешкім бауырмалдықты үйретпеді. Әкеміз жоқ, әлде қашан о дүниелік болған. Оның бар жоғы біз үшін беймәлім түс сияқты еді. Анамыз бізге қамқор болуға тырыспады. Не болса соны кигізіп, не тапса соны жегізіп жүре берді. Көзімізге анадан көрі көлеңке секілді көрінетін. Тұрмыстың ауырлығы оны тас жүрекке айналдырған сияқты еді. Сөйтіп біз өстік пе, әлде ерте есейіп кеттік пе, ол жағы белгісіз. Бірақ бір нәрсе анық, біз балалықты бастан өткерген жоқпыз, біз оны арқалап өттік. Күй түндері жатын орныма жатсам, төбедегі сылағы түсіп кеткен төбеге қарап жатып, ойға шомылам. Не үшін біз осындай өмірге тап болдық? Неге мен де өзгелерде анамның мейіріміне шомылып, әкемнің алақанына қарап өспедім? Бірақ бұл сұрақтарға жауап жоқ. Анам кейде түнімен үйге келмей кететін. Кейде келгеннің өзінде түн ішінде жер тепкілеп жылайтын. Бізде ұйықтап жатқан боламыз, бірақ жанымыз сол жылаудан сынып жататын. Сол сәттерде менің ішімде бір үн оянып, күбірлеп тұратын. Бір күні бұл бәрі аяқталады. Сен мұндай өмірге байланбайсың. Сол үн мені талай жылаған түннен, аштан қысылған күннен аман алып шықты. Сол үн мені кітапхананың ескілеу бұрышына жетеледі. Көп бала ойнап жүргенде мен шаң басқан парақтарды ақтарып, басқа өмірдің бар екеніне сенгім келетін. Және сендім де. Бір күні мектептегі мұғалім менің жазған шығарма парағымды алып, барлығына оқып берді. Мына балада жүрек бар деді. Сол сәтте тұңғыш рет өзімді адам сияқты сезіндім. Ешкімге керек болмай жүрген менің ішімде бір әлем жатқанын алғаш рет біреу байқағандай болды. Мектепті жақсы оқыдым, әлі есімде. 6-шы сыныпта аяқтап, жазғы демалысқа шыққанда үйге танымайтын әдемі апай келді. Әлгі әдемі апайдың жасы 30-дан асқан, үстінен шыққан қош иіс бөлмені жайлап алған. Үйге кіріп келе жатып, бәріміздің назарымызды өзіне аударды. Ол анамның сіңілісі екен. Бұрын бірнеше рет тұрмысқа шығып, балалы болмаған соң ажырасып кеткен. Енді қалада жалғыз тұрады екен. Анама келген мақсаты біздердің бірімізді қолына алу. Өз баласы болмаса да біреуге ана болғысы келетін сияқты. Үстел басында отырып, бір шыны шайдан кейін апай анама бұрылып, маған бір қызыңды бер, жалғыз тұрудан жалықтым. Қызыңды оқытып өзім қараймын деді. Анам күліп жіберді. Үйбай, қайсысын аласың? Ала бер. Бір арам тамақтан құтыламын деп қалжыңдап қойды. Мен ішімнен намыстанып кеттім анама. Қалай ғана балаңды солайша арам тамақ деп айта салады? Әлде шынымен де жалықты ма бізден? Апай бізге көз жүгіртіп қарап шықты. Көзі миған тоқтады. Біраз үнсіздіктен кейін осы қызыңды аламын, неше оқиды деп сұрады. Мен ашуланып үндемедім. Қолымдағы дәптерімді қаттырақ қыса түстім. Анам иығын қиқаң еткізіп, ұмытып қалдым неше оқитынын, деді бейқам ғана. Сол сәтте өзімді бір зат секілді сезіндім. Біреудің мені алып кеткісі келгені емес, анамның маған деген көзқарасы жанымды ауыртты. Апай бұрылып, жарайды, ертең алып кетем, киімдерін дайындап қой, деді сенімді үнмен. Менің жан дүниемде дауыл тұрды. Бірақ неге екенін білмеймін, қарсы сөз айтпадым.
Өйткені бұл лашықтан кеткім келді. Әлгі апай менің нағашы әпкем еді. Ол мені ауылдан қалаға алып келіп, өзінің жарықта жылы пәтеріне орналастырды. Сол сәттен бастап өмірімде алғаш рет өзгеше бір әлемге аяқ бастым. Есікті ашқан бойда-ақ кең әрі жайлы пәтердің ішінен нәзік гүлдің, тәтті жемістің иістері аңқып тұрды. Ал ваннасы тіпті ертегідей сарай секілді. Сөреде тізіліп тұрған түрлі төсті құтылар, хош иісті шампундар, денеге арналған гельдер мен жұмсақ кремдер. Әпкем мені ваннаға отырғызып, асықпай үлкен бір мейіріммен жуындыра бастады. Хош иісті су терімді сипап өтіп, жан дүниемді ертті. Ол менің шашымды жұмсақ су сабынмен жуған сайын, бала кезден ішімде тұншығып жатқан сағыныш пен мейірімге деген аштық еріксіз көзіме жас болып үйірілді. Мен бақытты едім, шын бақытты. Себебі бұл менің өзімді адам ретінде алғаш сезінген сәтім болатын. Ауылда бізде мұндай жағдай жоқ еді. Шомылсақта иісі сасық, қатты кір сабынмен жуынатынбыз. Су сабын деген өте арзаны, кейде ол болады, кейде болмайды. Ал мұнда әпкем әр қимылымен маған тек тазалықты емес, өзін құрметтеуді, өзіне деген күтім жасауды үйретіп жатқандай еді. Сол кеш менің өмірімді өзгертті. Тазалық пен махаббаттың иісі сіңіп қалған сол ванна әлі күнге дейін жадымда. Арада 2 ай өтті. 13 жасқа толдым. Нағашы әпкем мен үшін дастархан жайып, туған күнді жасап берді. Алғаш рет туған күн тойладым. Сол туған күнде алғаш рет әпкем маған «Кел жаным, жаман су ішейік, енді сен үлкен қыз болдың» деді. Өтпелі кезеңдегі жасөспіріммен бәріне келісе бердім. Солай мен ішіп мас болдым. Ал әпкем тағы да жұмсақ даусымен «Саған күшті нәрсе үйретейін бе жаным? Ертең жігітпен жүрсең, смела ол жігітті өзіңнің ізіңнен жүгіртесің» деп стол үстінде 2 саусағымен жүгірген бейнесін көрсетіп, екеуміз көзімізден жас аққанша күлдік. Мен масайып қалғанмын. Содан әпкем қасыма келіп, «Мен жігітпін, сен қызсың. Қазір сені сүйемін» деп ақырын денемді ұстады. Мастықтың буымен бәрі қызық еді. Қандай күшті деп еркімнен айырылып балқып барамын. Алғаш рет қос анарымды сүйгенде денем дірет, өте керемет сезімді бастан өткіздім. Тіпті ол бергі жағы екен. Басын төменгі салғанда ішімде болып жатқан сезімді айтып жеткізе алмаймын. Ертеңіне бұл қылығыма ұялып жүрдім. Бірақ әпкем «Ұялма, бұл арамызда мәңгі құпия болып қалады» деп мені құшақтады. Содан кейін мен сорлы тағы да істесе екен деп армандадым. Әпкем де менің қалауымды білгендей жасап жүрді. Сосын жаман видеосы бар дискі сатып алып, бірге көріп үйретті. Үйрендім. Мен оған, ол маған қызықты жанасуды жасап жүрдік. Бірақ өкінемін. Сол бір жаман әдетке үйренгеніме қатты өкініп жүрмін. Қазір есейген, отбасы құрып, ана болатын жастамын. Алайда маған еркек біткен ұнамайды. Айналып келіп нағашы әпкеме бара беремін. Сонымен болған ұнайды. 1-2 жігітпен өзімді сынап болып көрдім. Мүлдем ұнамады, қызықпадым. Осыдан кейін өзімнің ауру екенімді түсіндім. Қанша емделіп көрдім, бірақ еш нәтиже жоқ. Әпкеме ренжіде алмаймын. Мені оқытты, қалаған киімімді әперді. Тамағым тоқ, бірақ мен үлкен күнәһармын.